here on the shores of the Adriatic. Let's get the verdict. Ladies and gentlemen, we go to your scorecards where we have a unanimous decision in favor of your winner. In the red corner, чемпионатының ел біріншілігі жеңімпазы болып, қызылұштарға Сәбит Даниал атанады. Батыс Қазақстан облысы. Енді біз бапкерлер адамға қарап жүреміз, адамның жүрегі атты сыртынан біледі қазақ әуелден. Даниалды көріп алғашқы сөйлегенде маған байыпты, ақылды, әрі өзі бір дайын көрінгендей болды, сенімді болды өзіне. Ол жаттығуын бастады. Жаңадан келгендер бөлек дайындаймыз. Бұның қатарлары 8 жыл қатысқан. 16 жыл қатысқан балдар, 10 жасынан бастағанда, 8 жасынан қатысатын балдар бар. Алдық спорт шеберіне үміткер балдар бар. Бірақ та Даниалды көрдім де алғашқы жаттығудан да бір жұманың ішінде байқадым. Жылдамдығы жайда, қалған күші, өзіне сенімділігі, сосын еңбекқорлығы оның алда. Сосын бір ғана айтатын, әр баламен сөйлесіп отырам, ата тегін сұрап отырам, өзінің үй жайын сұрап отырам. Сонда бұл бала 5 жасынан атқа мінген бала. Атқа мінген баланы білесіздер ғой. Мықты болады. Аттан қорықпаған, адамнан қорықпайды, өзіне сенімді келіп бала. Ең бірінші боксқа қызықтырғанда, боксқа тартқанда туған ағам. Боксқа келгендегі мақсатым жай ғана өзім үшін салауатты өмір салтын ұстану мақсатында ер адам болғасы болады ғой, кішкене өзімізді қорғау, үйрену үшін деген сияқты. Сол себеппен келгем. Спорт интернаттың балалары сол Даниал Юсуповтың бокс орталығында залында дайындалып жүр. Солармен бірге жаңағы жаттығу істейміз. Содан бокс жасқан кезде көзге көрініп, Саттар ағай жаттығудан кейін жеке алып қалып дайындап жүрді. Білмеймін, бір нәрсе көрген шығар енді. Боксқа 16 жасында келген Даниалдың талантын 25 жылдық тәжірибесі бар. Талай чемпионды, талай спорт шеберін дайындаған жаттықтырушы Саттар Сұлтанғалиев осылай бірден байқаған. Бұл 2018 жыл болатын. Әкеммен кездесейін дедім. Бұл бала 10 оқиды сол кезде. Ертең оны біздерде білесіз ғой, 10-11 оқиды да оқуы әртүрлі болады, ата-ананың ойы болады, баланың ойы болады, жаттықтырушының ойы болады. Үшеуі бірікпесе, біздер ересекке үлкен спортқа бала келе алмаймыз. Сондықтан бірінші әке-шешесімен сөйлесу керек болды. Әкесі келіп сөйлесіп, ол кісі айтты, сүйегі менікі етсіздікі. Осылай бірге жұмыстанайық. Содан кейін жұмыстандық. Сөйтіп мектепті қызыл аттестатпен аяқтаған Даниал спорт әлеміне бір жола бет бұрады. 46 келі салмақ дәрежесінде 4 ай дайындықпен облыстық біріншілікті ұтып, жастар арасындағы Қазақстан чемпионатына қатысуға мүмкіндік алады. Бекзат Жангалиев деген балам болды. Сол бала сол кезде спорт шеберіне үміткер, сол салмақта облыстың жеңімпазы. Қазақстанға дайындалып жатыр. Бір қызық жайт бар. Бекзатта өзім шәкіртім. Содан облысқа қатысатын болып, жақсы облысқа қатыстырдық. Сол Бекзатты ұтып кетті. Сонда да мен ертең Қазақстан чемпионатына барғанда қиын болады. Бәрі ол жерде мастер мен коммунисттер, спорт шебері мен спорт шеберіне үміткер балалар. Сенде әлі бірінші дәрежеде жоқ. Барғанда ертең жеңіп тұрсаң да қиын болуы мүмкін. Сен танымал емессің, тауын қайтады деп мен жібермеймін деген. Бекзат бара қояр, сен барма, біздер ересектерге дайындалайық. Сағындық деген шәкіртім бар, ол көмекші болып жүрген. Ол келіп екеуі айтады, жоқ ағай барсын. Осы барғанда Даниал жүлдегер болады дейді. Осы Қазақстаннан құрылғанда жүлдегер болады дейді. Содан чемпион болды Даниал. Республикасы чемпионатының 51 келідегі жеңімпазы болып, қызылұштарға Сәбит Даниал атанады. Батыс Қазақстан облысы. Ел чемпионаты Шымкент қаласында болған еді. Сол кезде ең бірінші Орал қаласынан басқа қалаға шыққан кезім болды. Қобалжу болды, және қасымызда ол кезде Саттар ағай барған жоқ. Саттар Аманқосұлы басқа бір бапкерге тапсырып, сонымен барып 4 жекпе-жек өткізіп, чемпион болып қайттық. Бұл чемпионат Даниалдың жолын ашты.
Жарыстан соң жастар құрама командасына шақыру алды. 2019 жылы Сербияда жас боксшылар арасында өткен алтын қолғап бокс додасында ел намысын қорғап, 3-ші орын алды. 2020 жылы ересектер арасындағы Қазақстан чемпионатына қатысып, тағы да чемпион болды. Бұл жекпе-жекте төрешілердің бір шешіммен жеңіске жеткен көкбұрышты Сәбит чемпион атанды. Құрметті жарыс көрермендері, 49 келі салмақ дәрежесінде екінші орынмен марапатталған халықаралық дәрежедегі спорт шебері Теміртас Жүсупов Ақмола облысы және де арнайы сертификатпен марапатталды. 49 келі салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанған спорт шебері Сәбит Даниял марапатталды. Батыс Қазақстан облысы және де Шымкент қаласы бокс федерациясының басшылығы осы чемпионаттағы ең жас боксшысы Сәбит Даниялды арнайы сыйлықпен марапаттайды. Қатты бір қобалжу болған жоқ, себебі елдер арасына келіп тұрғасын, ең бірінші чемпионат болғасын. Жеңіліп қалсам да бір қатты намысыма тимейтіндей, ұят болмайтындай сондай бір сезім болды. Әлі жаспын ғой деген сияқты. Алайда енді Аллахтың қалауымен 4 жекпе-жек өткізіп, сол финалда ағамыз, ардагер ағамыз Теміртас Жүсуповты жеңіп, чемпион атандық. Сөйтіп боксқа 16 жасында келген Даниял 3 рет Қазақстан чемпион атанды. 2020 жылы ең бірінші ерлер арасында Қазақстан чемпионатына қатысқан кезде, ол кезде менде бір ешқандай бір техникада болған жоқ еді, тактикада дұрыс қойылмады. Ол кезде тек қана алға жасадым. Бара беру тек қана. Сол функционалдықтың арқасында сөйтіп тоқтамай, шаршамай жеңіп шықтық. Енді oradan бері қарай 5 жыл өтті, биыл 6-шы жыл. 5 жыл қатарынан оқу-жаттығу жиынындамыз, ұлттық құрама мүшесі болып жүрмін. Сол ұлттық құрама мүшесінде жүріп, қазір деңгейім артты десе болады. Техникалық жағынан қазір кішкене басқаша ойланамыз, бұрынғыдай бара беру жоқ. Кішкене қорғанысқа көп көңіл бөлдік. Даниял Қазақстанмен шектелген жоқ. Саттар Сұлтанғалидің шәкірті. Ересектер арасында өткен Азия чемпионатында күміс жүлдегер болды. Әуесқой бокстан Біріккен Араб Әмірліктерінің Дубай қаласындағы Азия біріншілігіне еліміз бойынша 10 былғары қолғапшы қатысты. Даниял Сәбит пен оның жеке жаттықтырушысы Саттар Сұлтанғалиев қасиетті жұма күні туған жеріне оралып, жерлестерін зор қуаныш сезіміне бөледі. Орал әуежайында еліміздің туын биікке көтерген спортшыларымызды қарсы алу рәсімі болды. Ал 2025 жылы Дубайда өткен әлем біріншілігінде Даниял жарысты жүлдесіз аяқтады. Бірақ әр жарыс, жеңіс, әр сәтсіздік спортшы үшін зор тәжірибе. Бұл менің ең бірінші қатысып жатқан әлем чемпионатым болды. Ширек финалда жеңілген замбиялық боксшы. Бұған дейін Олимпиада ойындарына қатысқан, бірінші рет әлем чемпионатына қатысқан. Жанып кеттік та, жаңағы төрешілердің шешімімен келіспегесін жаңағы бермейді деген сезім болады іште. Дұрыстап ұрмасам, бармай қалсам бермейді деген сияқты сондай шешіммен, сондай оймен жанып кеттік. Тәжірибе жетпей қалды, салқынқандық жетпей қалды. Қазақстан ішінде боксасқанда бізде барлығымыз енді бір техникада барлығында оқу-жаттығу жиыны бірге өтетін болсын, жаттығулар бірге өтеді. Бір-бірімізді білеміз, қашан қалай боксасатынын, қалай ұратынын біліп тұрамыз да, жаңағы алдын ала. Ал енді шетелге шыққанда кішкене ыңғайсыздау боксшылар бар, жаңағы мысалы африкалық боксшылар кешегі әлем чемпионатында боксасқан. Ыңғайсызда қай жерден қашан ұратынын білмейсің, қалай ұратынын білмейсің. Сол кезде тәжірибе керек болады. Енді қазіргі сол мақсатымыз сол кішкене ыңғайсыз боксшыларға қарсы дайындықты арттыру керек. Сол техникалық жағын, жылдамдықты, кішкене техниканы өзгерту керек. Даниялдың қай секундта шабуылдайтынын, қай секундта шаршайтынын сезетін жаттықтырушысы Саттар Сұлтанғали шәкіртінің әлі де бокстың талай белесін бағындырарына сөзсіз сенеді. Қорғаныстың ең жақсы түрі шабуылдау дейді. Сол шабуылдау әдісін қолға аламын. Біздің әсіресе Даниялмен солай менің көп шәкірттерім шабуылдау. Жаңағыдай жылдамдығын көтеріп, сондай таза жеңіспен алуды, сондай мақсатта жұмыс жасаймын. Бірақ та адам әртүрлі, барлығын бірдей баланың физикалық дайындығына, мінез құлқына байланысты. Бір адам ол немізге келмеуі мүмкін әдіс айдамызға. Даниял шабуылдаумен өтетін бала. Даниял Сәбит сияқты Батыс Қазақстан бокс мектебінің былғары қолғап шебері. Өнер Сейілхан да ұлттық құрама сапында жеңіс тұғырынан түспей жүр.
Өнер бұл спортқа 9 жасында келген. Бокстың әліппесін үйреткен алғашқы бапкері марқұм Ернар Нуридинов еді. 2021-де маған өтті официально. Бұл айтқан маған немере қол. Содан бісмілләді бастап Сербияға барып келді. Ағаймен шәкірттің ортасында махаббат болмаса, тоже болмайды. Бір-біріне сенім болу, мен қасында болған кезде ол бөлек сезінеді. Жоспар қойдық. Ұйқыдан бастадық біз режимге қатты қараймын өзім, дисциплина. Соның бәрін қойдық. Соны Сербияға барып чемпион болып келді бірінші жарысында. Чемпион болып келгеннен кейін көзі ашылды, ортасы дұрысталды, былай айтқанда. Шетелде қалай боксасу, Қазақстанда шықпаған боксерлер өте қиын болады негізі. Домашний боксерлер болады, сыртта боксасатын болады. 2024 жылы жастар арасындағы Азия чемпионатында 71 келі салмақ дәрежесінде қарсылас шыдатпай жеңімпаз болды. Өнер Сейілхан жастар арасындағы әлем чемпионы болған соң, оған халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағы берілді. Қазір бұл жігіт ұлттық құраманың бетке ұстар боксшысы. Тамақ 14 килодай қосып алдық. Бойы 1,91 баланың. Көтермесек, мас жинамасақ қиын болады. Жастар арасы мен ересектің арасында үлкен жол барды. Бұл жерде 28 жастағы балалармен шығу мүмкін. Бұл өзі әлі 18-де. 30-дағы балалармен шығады, сүйегі қатқан. Енді примерно 20-21 жастағы балалармен шықса, күшті боксасуға болады, шыдап беруге. Сүйегі қатқан мықты жігіттермен кішкене басқашалау болды. Берік Жарылқасынұлы шәкіртін шілдеде Индонезияның Жакарта қаласында өтетін жастар арасындағы Азия чемпионатына баптап жатыр. Табиғатынан талантты боксшы ересектер арасында да әлі талай жеңіске қол жеткізетініне сенем дейді өнердің бапкері Берік Жарылқасынұлы. Табиғи таланты бұны удар тигізбейді. Туа біткен. Біз соны байқадық бойына. Ударды қатты көреді, былай айтқанда. Реакциясы өте. Содан кейін рингте қалай жүру, аяқ қозғалыстары, Илюшин Данияр десек те, соның стилінде көбінесе екінші нөмірде істеген жақсы көреді, қашып жүр. Содан шаршатып алғаннан кейін алға қарай өзінің манерасына кигізіп алады бірінші. Кіргізіп алғаннан кейін барып ары қарай ора бастайды. Атақты боксшы, әлем чемпионы, олимпиада чемпионы. Оралдан шыққан Данияр Елеусінов туған жерінде бокстың өркендеп, әлемдік рингте толып жаратын спортшылардың шығып жатқанына жүрегі жарылардай қуанатынын жеткізді. Қазіргі Батыс Қазақстан облысының деңгейі өте өскен бұрынғыдан қарағанда. Жаңа федерация басшыларына байланысты Шахмұрат Мұталип бар, Бауыржан Каримов бар, боксты көтеріп жатыр. Барынша бүкіл жағдайларын материально қолдап жатыр. И балаларды, талантливый балаларды тартып тауып жатыр. Мен де әлем чемпионы болдым 15 жасымда Азия, Оралдың атынан. Азия әлем біріншілігін ұтқан болатын. Одан кейін Алла бұйырып Астананың атына көшуге жол түсті. Бірақ осы жердің баласымын, осы жерде өстім, туып өстім, мектеп оқыдым. Біздің боксты жігіттер дамытып жатыр өте. Данияр Елеусіновтың пікірінше, Батыс Қазақстанда талантты жастар өте көп. Енді сол жастар боксты тастамай, ересектер арасында мықты нәтиже көрсетуге талпынуы керек. Өз басымнан өткен дүние. Папаға талантливый балалар келеді, дарынды. Ақша жоқ, жүреді, күшті развивает, дамиды, бірақ не таппай кетіп қалады. Кетіп қалады. Сол балаларды қызықтыру керек. Финансовый қызықтырмасаң, оларға не үшін? Не істейді? Бұрын призер, чемпионат Қазақстан болған балалар болды, Данияр деген мысалға біз папада келді. Алтта қойып кетті. Сондай-ақ арманына адал, мақсатына берік спортшы міндетті түрде олимп шыңын бағындырады дейді Данияр Елеусінов. Бізде вариант болған жоқ, әке-шешем до конца деді, олимпиадаға дейін мақсат қойдым, олимпийский чемпион боламын. Сол бір мақсат қойдым, олимпийский чемпион боламын. Мен соған жеттім. Негізінде армандар орындалады. Облыста бокстың кең қанат жаюына үлес қосқан азаматтың бірі Қуаныш Уақасов. Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы. Олимп клубын ашып, боксты насихаттау жолында талмай еңбек етіп келеді. Оралда жалпы жаттықтырушылар көп болған жоқ сол уақытта. 4-5
адам жұмыс жасадық 90-шы. Сонан кейін мен сатар, барлығы институт бітіргеннен жаттықтырушы жұмысына кеттім. Онда спорт залда көп болған жоқ. Бір зал болды, Олимп деген. Бәрі школдың мектептерінде жаттық. Батыс Қазақстанда енді жетістіктер осы 2025-26 жылдар. Жана тек қалыпқа тұрып, ана көштің басы бара-бала түзеледі дейді ғой. Залдар салып, қазір бұрын бір зал болса, қазір 10 шақты зал бар Батыс Қазақстанда. Ауылдарда салып жатыр. Ауылдарда да дамып жатыр. Қазір Батыс Қазақстан облысында боксқа қызығатын жас көп. Бапкер Ержан Каримов 18 бен 20 жас аралығындағы 40 баланы баптап жүр. Бізде күніне 2 рет жаттығу істейміз. Мұнда тренировка істейміз. Астымызда бассейн бар, тренажерный зал бар, манеж бар, жүгіреді, врач бар. Барлық мүмкіндік істеп жатыр. Балдар жалақы алады, үстіне формалар, самолетпен шығады. Бұл спортшылардың арасында 2-3 жылда ұлттық құрамаға енетін потенциалы өте жоғары боксшылар бар дейді бапкер Ержан Каримов. Солардың бірі Аян Қалмағанбетов. 10 жасынан бері бокспен шұғылданатын ол таяуда ғана Түркияда өткен халықаралық бокс турнирінде жеңімпаз болды. Одан кейін Сербияда өткен халықаралық бокс турнирінде 85 келі салмақ дәрежесінде шаршы алаңда қарсылас шыдатпай елдің мерейін өсіріп, көк туды желбіретті. Бапкерім Каримов Ержан, жаттығуымыз өте жақсы. Жалғыз Орал қаласына жаттықпаймыз. Оқу жаттығу жиындарына барамыз. Қайрат Сәтжанов ағамыздың оқу жаттығуына жиында болдық. Бақыт Сәрсекбаев ағамыздың оқу жаттығу жиында болдық. Қаншама енді неміз көп, опытымыз көп. Ағайымыз әр жаққа дайындап, шетелдерге шығарып жатыр. Бақыт Сәрсекбаев ағайымыздан физикалық тұрғыда үйрендік. Күшпен жаңа жаттығулар жасап, тауға жүгіру деген сияқты әр боксшының арманы олимпиада шыңын бағындыру. Мен де сол олимпиада шыңын бағындыру, әлем чемпионы болу, кәсіпқой бокстан әлем чемпионы болу менің мақсатым. Салмақ қумаймын 80 килограммға. Бір немесе 2 килограмм недовес болып шығам. Салмағым жетпей боксасам, 80 килограммда боксасып жатқаныма 3 жылдай уақыт болып қалды. Осы 80-де өзім еркін сезінемін. Қарсыластарымнан қарағанда өзім жылдам деп ойлаймын. Себебі қарсыластарым шамалы сәл жылдамдығы аздау. Мен өзі жоғары деп ойлаймын өзімді. Батыс Қазақстанның ең білікті бапкері Саттар Сұлтанғалидің айтуынша, салмақты дұрыс таңдау боксшының тағдырын шешеді. Сондықтан дұрыс салмақты белгілеу өте маңызды. Ал үнемі салмақ қуу спортшының бойындағы дәрумендерді, құнарлы заттарды жояды, денсаулығына зардабын тигізеді. Сондықтан бұл салмақ өте мән беру керек. Мен өз басым айтар едім, салмақты көп қуу қиын. Командада өнер көрсетуіне қиындық әкеледі. Сондықтан мен айтар едім, мысалы, ұлттық командада жүрген чемпион болған спортшыларға 4-5 килограммнан артық қуу қиындық әкеледі. Мен көбіне жеңіл салмақтармен жұмыс жасап жүрмін. Батыс Қазақстан облысының спорт саласын үйлестіріп отырған басқарма басшысы Бағдәулет Сәбитовтың пікірінше, бұл өңірдегі боксшылардың жарқырап көрінуі бапкерлердің біліктілігінің арқасы. Аймақтағы жаттықтырушылар спортшының тәнінде, жанында, рухын, мінезінде тәрбиелейді. Мықты жаттықтырушы спортшының бағы дейді ол. Мен өткенде жақсы бір жаңалық естіп болдым. Бізде Даниал Сәбиттің жаттықтырушысы бар, Саттар дейтін ұстазы былайша айтқан бокстың. Соның бір жарыстан, пойыздан келе жатқан кезде оқушыларына жаңағы алаштықтарды оқытып жатқанын естідім. Ондай жаттықтырушы бар жерде ұлтжанды, елінің намысын бермейтін азаматтар шығуы ол заңдылық. Ол әшейін бір ғана мысал. Одан бөлек оның алаңдағы шеберлігін айтып жатқан жоқпын. Қашан барсаң, сол бокс залы қайнап жатады. Спортшылар да бір күн бір бос тұрғанын көрмейсің. Кез келген ұсыныстарды жақсы, мардымды жоспарларды керемет деген секілді. Батыс Қазақстан облысындағы педагогикалық университет елдегі жаттықтырушыларды даярлайтын бірден бір оқу орны. Бұл университетте шеберлігіне заманында атақты Әбдісалан Нұрмахановтың өзі тамсанып, Алматыға оқуға шақырған Темірболат Құбашев сабақ береді.
бокс дамып жатыр қазір. Соған қарағанда конкуренция көп. Бокс дейтін тек көз ілеспейді ғой. Басың электронный машина сияқты істеуің керек. Шапсаң тек. Жүрек, қан тамырларың, тыныс органдарың, bütün бәрі жақсы істеу керек қой. Ол не предельный нагрузка ғой беріп жатырғандар. Ылғи. Соған жаттықтырушылар білімді болу керек. Медицинаны жақсы білу керек. Возрастной психология дейме, педагогика бәрін етеді ғой. Біздер енді университетте соларды береміз ғой. Қазір Орал қаласында бокспен айналысуға бар жағдай жасалған. Дене шынықтыру және спорт басқармасы облыстың ауыл аймағындағы боксты серік еткен өрендерге спортпен шұғылдануға мүмкіндік жасап жатыр. Басқарма тарапынан өзіміздің бүкіл жабдықтарын былтырдың өзіне бір олимпийский стандарт ринг алып бердік шыңғырлауға. Одан биылда тағы бірнеше аудандағы сондай базаларымызды дұрыстап қалыптастыруды қолға алып отырмыз. Жоқ, өңір ауылдандар бар, бокс жоқ. Ол жерде де биылдан бастап бөлімдер ашып жатырмыз. Енді облыс бойынша 1000 астам спортшылар дене шынықтырып жатыр. Бірақ та ауданда шамамен 500-550 жасөспірімдер өсіп келе жатыр. Соларға енді көбірек қызмет көрсету керек. Неге десеңіз, сен қалада енді бүкіл мүмкіндіктер бар ғой. Аудандағы боксты соны көтеру керек. Негіз ауылдан енді мықты спортсмендер шығады ғой. Батыс Қазақстанда жалпы ауыл бәрін санағанда 54 жаттықтырушы жұмыс жасайды. 54. Осы федерация келгелі жұмыс жасап жатыр жер-жерде. Жаңағыдай құралдар алып беріп жатыр, ауылдарға барып жатыр. Жаңағы жүрген вице-президенттер бар, исполнительный директор, бәрі жалпы қазір ұйым жақсы қазір. Ұйым бір қалыптасып қалған. Солар жұмыс жасап, ауылдарды аралап, ауылдарды ашып, бүкіл қазір ауыл, бүкіл райондардың бәрінде бокс ашып. Ол да бір серпіліс деп ойлаймын. Ары қарай жемісін берер деп. Бұқаралық сипаты күннен күнге артып келе жатыр. Оған бірден бір себеп, жаңағы айтып тұрмын ғой, федерацияда бізде өте белсенді федерациялардың қатарында. Біріншіден, екіншіден, осы бокспен айналысу арқылы ол әлеуметтік лифт болатынды дәлелдеп келе жатыр. Себебі былтыр ғана өздеріңіз білесіздер, 4 пәтер берілді. 2 спортшымызға және 2 жаттықтырушыларына жергілікті федерация тарапынан. Оны көрген балдарымыз, оны көрген ата-аналарымыз осы бокспен айналысуға өздерінің қызығушылары артып та келе жатыр. В прошлом году наша федерация бокса Былтыр біздің федерация Батыс Қазақстандағы барлық спорт түрлерінің федерациялар арасынан бірінші орын алды. Өйткені 3 Азия чемпионы, 1 әлем чемпионы, ересектер арасынан 2 чемпион шықты. Бірақ жылдың ішінде мұндай нәтиже ешқашан болмаған. Егер Қазақстан бойынша 5 Азия чемпионы шықса, соның 3-еуі біздің Батыс Қазақстан боксының шәкірттері. Федерация приобрела. Қазір федерацияның ұйымдастыру, басқару жұмысы толық жолға қойылды. Нақты жұмыс жоспары бар. Бапкерлер де қазір үлкен жауапкершілікті сезінеді. Нәтижеге жұмыс істейді. Мықты боксшыларды іріктеп, арнайы дәрігерлермен, диетологтармен бірге жұмыс істейді. Нәтижесінде қаншама боксшымыз ұлттық құрамаға енді. Данияр мен Даниалдан үлгі алған жасөспірімдердің потенциалы биыл Оралда өткен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатында көрінді. Атақты Жайық арена спорт кешенінде ұйымдастырылған шараға елдің түкпір-түкпірінен 230-ға жуық жас былғары қолғап шеберлері қатысты. Задача проведения. Бұл чемпионатты өткізудегі мақсат өңірдегі бокстың даму жоспарын айқындау. Жасөспірімдер арасынан шын мықтыларды іріктеу. Біз сол чемпионатты білім беру бағытында өткіздік. Кубалық тренерлерді шақырдық. Боксты дамыту моделін өзгертіп жатырмыз. Бұған дейін жастарға көңіл бөлсек, енді жасөспірімдерді тәрбиелеуді қолға алдық. Өйткені бокстың іргетасы, бокстың бастауы балалар боксы. Чемпионатта Батыс Қазақстан облысының намысын 8 жас өрен қорғады. 46 келі салмақ дәрежесінде Ниет Өмірзақов чемпион болды.
Ал 49 келі салмақ дәрежесінде сынға түскен Сұлтан Мырзағалиев қола жүлдеге қол жеткізді. Бұл жарыста Азия чемпионатына баратын жасөспірімдер іріктеледі. Ал өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған республикалық шара өңірдегі бокстың даму деңгейін айқындап, балалардың бұл спортқа қызығушылығын арттырғаны сөзсіз. Даниял Сәбитпен, Зилхан өнермен қазіргі таңда халықаралық жарыстарымыз өкінішке орай десек те болады шектеліп отыр. Бірақ жасөспірімдеріміз қазір республикалық турнирлерде топ жарып келе жатыр. Биыл 8 баламыз алаңға шықса, келесі жылы ол 10 болуы мүмкін, 15 болуы мүмкін деген секілді. Біз осы тұрақты жүйелі жұмысымызды жалғастыра береміз. Батыс Қазақстан облысының бокс федерациясын 2020 жылдан бері Бауыржан Кәрімов басқарады. Бауыржан Кәрімов 10 жыл бойы шаршы алаңда жұдырықтасқан кәсіби боксшы. Қазақстанның спорт шебері. Заманында жасөспірімдер жастар арасындағы жарыстарда жеңімпаз болған. Сондықтан да ол бокстың қыр-сырын терең біледі. Бұл саладағы проблемаларды, кемшіліктер мен артықшылықтарды жанымен түсінеді. Сол себепті өңір спортын дамытуға барын салды. Ересектер, жастар, жасөспірімдер арасындағы ел біріншіліктерін Оралда жоғарғы деңгейде ұйымдастырылуына бастамашы болып, өңір спортының алға басуына күш салды. Бауыржан Кәрімовті қолдап, федерация жұмысын жандандырып отырған вице-президенттер де бұл саланың дамуына ерекше ден қойып отыр. Молодежь реально была занята. Бокс жастардың бос уақытын реттейтін мықты құрал. Өзімде бала кезімнен айналыстым бұл спортпен. Тәртіпке, дисциплинаға үйретеді. Біздің кезде қарапайым бокс қолбағы қол жетімсіз еді. Қазір балаларға қолдан келген жақсылықты жасап жатырмыз. Спортшылардың әлеуметтік проблемалар үшін боксты тастап кетпеуін қадағалап, алаңсыз жаттығу жасап, жақсы нәтиже көрсету үшін де ештеңеден аянып жатқан жоқпыз. Боксты қолдау бұл азаматтық парызымыз. Кәсіпкер спортшы ретіндегі елге, облысқа жасаған көмегіміз деп ойлаймын. Спорт мәуелі ағаш сияқты. Суын құйып, тыңайтқышын салып, қолайлы жағдай жасалса ғана жеміс береді. Бұл ретте Батыс Қазақстан облысы өңірдегі бокстың дәрежесін көтеріп, спортшылардың тек жеңіс тұғырынан көрінуі үшін қолдан келген жақсылықты жасап жатыр.